жобасы бойынша қазіргі таңда балабақшаларға баланы белгілеу ата-аналардың міндеті болып табылады. Қазір арнайы программа разработка жасалған разработчиктерден iGulik Family немесе QR-код сканер жасау арқылы сіз балаңыздың балабақшаға келгенін белгілей аласыз. Ол екі iGulik Family мобильный приложение және как ата-ана ретінде сканер жасалынатын QR-код дұрыс жұмыс жасап тұру үшін сіз бірінші жеке кабинетіңізден сопровождающийға баланы балабақшаға алып келетін ата-анасын регистрация жасау керексіз. Ол үшін не істейміз? Жеке кабинетке кіреміз, сізде дәл осындай ETSAP арқылы кіреміз жеке кабинетке, сізде дәл осындай бет ашылады страница. Постановка ребенка в очередь, детская дошкольная организация, журнал заявления, поиск номер очереди, просмотр, статистика және сопровождающий. Қараңыз, 5-ші болып сопровождающий тұр. Сіз бұны басып ашасыз, сізде дәл осындай пустой ақ бет ашылады. Нет данных деп шығып тұр. Сізде сіз баланы балабақшаға келетін ата-ананы добавить ету үшін міне оң жақ жоғарғы бұрышында плюсты басамыз. Сол кезде сізден дәл осындай бет ашылады. Сіздің данныйыңызды толтыруды сұрайды. Иіңізді набирать етесіз, мамасы болсаңыз. Енді набирать еткеннен кейін мышканы екі рет клик жасасаңыз, сіздің аты жөніңізді сайт автоматты түрде табады. Мына жерден список детей, балабақша келетін баланы осы жерден бір бала болсын, 3 бала болсын, барлығы осы жерден шығып тұрады. Жаңа птичка ұру арқылы баланы добавить етеді. Және сіз өзіңіздің контактный телефоныңызды енгізесіз. Сол кезде сізде сопровождающий сақталады, сохранить батырмасын басқаннан кейін. Сізде iGulik Family және сканер QR-код тұр. Ары қарай ешқандай проблемасы жұмыс жасай береді. Бұл жердегі бір ескере кететін жағдай бар. Сопровождающийді жасайтын адам, яғни балабақшаға жолдаманы алған ата-ана болуы керек. Егер папасының атынан алынған болса, папасы баланы балабақшаға келетін сопровождающий кісілерді папасы белгілейді. Егер мамасы болса, мамасының ETSAP арқылы жеке кабинетінен жасалынады.